Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен бірге ағылшын тілі мұғалімдеріне таптырмас дүниелерді жүктеуге болатын сайтты таныстыратын боламын. Бұл сайт Teachers Pay Teachers деп аталады. Бұл жерден сіз тек қана ағылшын тілі пәні бойынша емес, өнер саласы, математика және басқа да бірнеше салалар бойынша сабақтарға қатысты материалдарды сыныптарына қарай ақылы және тегін түрде жүктеп алуыңызға болады. Жалпы сайтқа ие болудың бірнеше түрлері бар. Тегін түрде ие болсаңыз болады. Мынау астында көріп тұрған категорияларды қамтиды. Және ақылы түрде ие болсаңыз да болады. Ақылы түрде ие болатын болсаңыз, өзіңіз де материал жариялап, басқалардың материалдарында тегін қолдануыңызға болады. Сайтқа тіркелу үшін мына жердегі регистр формасын толтыруыңыз керек. Аты жөніңіз, почтаңыз, пароліңіз және қайсы пән бойынша сабақ бересіз, яғни қайсы сала бойынша орта мектеп, бастауыш мектеп деген сияқты, немесе барлық сыныптарды қамтимын деген сияқты, және өзіңіздің локацияңызды Қазақстан деп таңдап, регистрациядан өтуіңіз қажет болады. Мен өзімнің алдын ала тіркелгендіктен, мінекей логин деп тікелей кіріп сайтты қолдана беремін. Мінекей сайттың жалпы көрінісі осындай. Мына жерде материалдар тұрады. Жалпы бұл сайттағы материалдарды сіз PDF түрінде, PowerPoint түрінде, Microsoft'тың барлық түрлерінде жүктеп алып қолдана берсеңіз болады. Мына жерде Grades деген жерде сыныптың түрін таңдайсыз. Prep деген бастауыш сыныптан бастап, яғни нулевойдан бастап 12-ші сыныпқа дейін материалдарды табуыңызға болады. Мына астында көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде тіпті мектепке бармайтын оқушыларға да, жоғары сынып оқушыларына да, және үйде оқытылатын оқушыларға да материалдар іздеп табуыңызға болады екен. Мінекей көргеніңіздей, бұл жерде Subject деген жерде музыка, тіл саласы, тарих саласы, математика, ғылыми сала, барлық сала бойынша материалдарды табуыңызға болады. Ал енді мына жерде көріп тұрғаныңыздай prices, яғни бағалары. Бұл жерде мұғалімдер өздерінің материалдарын әртүрлі бағаларға сатады, яғни жасап болған екен, оны сатады. Еңбек қой енді сонда да. Бірақ сіз free дегенді басып, тегін көптеген материалдарды да жүктеп алуыңызға болады. Мына жерден Resource Types деген жерде өзіңіздің іздейтін типіңізді, яғни материалыңыздың типін сол жерде басу арқылы табуыңызға болады. Мына жерден сіздерге көрсетіп жіберейін бір материалды. Мысалы, мына материалды ашып көретін болсақ, бұл материалдың мына жерде толық ақпараты тұрады, яғни бастауыштан 2-ші сынып оқушыларына арналған ағылшын тілі пәні бойынша жалпы сабақты бұл материалымыз PowerPoint стилінде жасалған екен. Мына жерде жасылды басатын болсаңыз, материалдың толық нұсқасы шығатын болады. Яғни PowerPoint-та неше бет, неше сурет, қай суретте, қай PowerPoint-та не бар екендігін көруіңізге болады. Мінекей мынау көріп тұрғандарыңыздай, бұл жұмыстың ішінде осынша материал, барлық слайдтың беттері, суреттері осылай анық көрсетілген. Ал бұл материалдың бағасы $7 екен. Оны сатып алатын болсаңыз, мына жерде Add One Card дегенді басып, өзіңіздің картаңызды салып, кәдімгідей Халық банк картасы немесе басқа да сондай Каспий емес, басқа карттармен төлем жасауыңызға болады. Мінекей мынау Fairy Poppins деген осы материалдарды жасайтын ағылшын тілі ұстаздарының біреуі болып саналады. Осындай жасайтындардың әрқайсының бетіне кіретін болсаңыз, бірінші бетте мынандай Free Download деген материал қойып қояды. Соны басу арқылы осы кісінің тегінге қойған материалын жүктеп алуыңызға болады.
Мінекей мынау жаңағы тегінге берілген материал. Бұны сіз осылай көріп, PDF түрінде, PowerPoint презентация түрінде өзіңіздің компьютеріңізге жүктеп алып, қолдана бересіз. Енді мына жерден free дегенді басып, осы сайтта қандай тегін материалдар бар екенін көрейік. Мінекей мынау барлық тегін материалдарды осылай шығарып береді бізге. Қалағанын өзіңіздің керегіңізді осы жерден тегінге алуыңызға болады. Мынау тегін материалды көретін болсақ, бұл материалымыз 225 беттен тұратын PDF түрінде бізде бастауыш сынып оқушыларына арналған материал екен. Мінекей жаңағы материалымыз осылай болып ашылды. Бұны сіз өзіңіздің компьютеріңізбен, принтермен цветной түрде шығарып алатын болсаңыз, өте әдемі көрінеді. Бұл сайтты қолдану өте оңай. Сіз өзіңіздің компьютеріңіз арқылы сайтты кез келген уақытта ашып, ішіндегі тегін материалдарды, ақылы материалдарды кез келген уақытта алып отырсаңыз болады. Немесе өзіңізде оны PowerPoint түрінде жасауыңызға да болады. Видеоны осы жерге дейін көрген үшін рахмет. Осы сайттан алған материалдарды осы видеоның астына описание бөліміне жазып қойдым. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Сау болыңыз.